Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен осындай жұмсақ майда қуырылатын пирожкидің рецептісімен бөлісетін боламын. Толық рецепті описаниеге қалдырамын. Табағымызға жылы су құямыз. Одан кейін дрожжи, қантымызды салып, одан кейін ұнымызды салып, жақсылап араластыратын боламыз. Бетін жауып, 15 минутқа қойып қоямыз. Енді қамыр илейтін боламыз. Тұзымызды салып, сұйық майымызды құйып, араластырамыз. Ұнымызды біртіндеп салып, біріншіде қасықпен араластырып алыңыздар. Одан кейін қолымызбен нанды илейтін боламыз. Жұмсақ қамыр шығуы керек. Міне біздің қамырымыз дайын болып қалды. Қолымызға кішкене сұйық майды құйып, тағы да 1-2 рет басамыз. Қамырымыз жұмсақ болуы керек. Бетін жауып, 1-2 сағатқа қойып қоямыз. Енді салмасын дайындаймыз. Аршылған картоптарды турап, дайындап алыңыздар. Үстінен су құйып, одан кейін тұзымызды салып, отқа қоямыз. Піскен картопымыздың үстіне сары май, қара бұрышты салып, жақсылап езіп алыңыздар. Картоптың пісірген суын толығымен төгіп тастамай, осылай кішкенесін алып, соған езіңіздер. Ешқандай сүт қосылған жоқ. Міне біздің салмамыз дайын. Үстеліміздің үстіне ұнды сеуіп, қамырымызды қойып, осылай дайындап алыңыздар. Қамырымызды бірнеше бөлікке бөлетін боламыз. Олардың әрқайсысын осылай домалап, күлше жасайтын боламыз. Бәрін дайындап алдық. Енді оқтаумен жайып, ішіне салмасын салып, пирожкилерді дайындаймыз. Шамамен 1-1,5 ас қасық салмасы салынды. Енді осылай ашылып кетпейтіндей түйіп, дайындап алыңыздар. Жабысып қалмасы үшін кішкене ұнға аунатып алсаңыздар болады. Барлығын осылай дайындап аламыз. Менде осы дайындаған қамырдан 15 дана пирожки шықты. Мен дайын болған пирожкилерді пергаменттің үстіне ұн сеуіп қоямын, өйткені жабысып қалуы мүмкін. Енді табамызға май құйып жақсылап қыздыратын боламыз. Одан кейін пирожкилерімізді салып, екі жағынан аунатып пісіретін боламыз. Міне пирожкилеріміз қып-қызыл болып пісіп жатыр. Барлығын осылай пісіріп аламыз. Осымен біздің пирожкилеріміз дайын, өте жұмсақ, керемет болып шығады. Сіздермен болған жібек, назарларыңызға рахмет.